Salmasın. Orada burasına. Harika yapacağım. Aldığım bugün cemaatlerine mesajlarım değil mi? Rahmet oturamında. Ama sınıfların fizikler. Sınıfların çok bana ait biliyorsunuz. Imagina, não jogo. E aí sabe, aula sabe, tá no direito aula. Também tem direito aula chata, cada aula da direção aula. Já sabe, outra aula. Albalar, barbamızı nazarımızda tahttan algaramız, bugünkü sabahımızda başlayız. Olay болса сабағымызды бастамас бұрын бірінші бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлап алайық. Ал барлықтарыңды педагогке сен ашуды сұранамын. Қазір сендерге осы педагогтық жүйе бойынша химиялық элементтерді жасырамын. Сол тапқан элементтер бойынша бір-бірлеріне жылы тілектерді білдіріңдер. Олай болса бірінші. 6-шы мөлтек аудан бірінші үй 79-шы пәтерде тұрады. Қол көтереміз, Әдия. Алтын. Ал енді Әдия бүгінгі сыныптастарыңа тілегіңді айтады. Хорошо, рахмет. Келесі. 2-ші мөлтек аудан 4-ші үй 6-шы пәтер. Қай элемент? Қараймыз период кестеден. Кім тапты? Гүлмадина. Көміртек. Қандай тілек айтасыз? Көміртек жуық сылай. Хорошо. Көміртек бізге жылу сылай. Келесі. 3-ші мөлтек аудан 5-ші үй 15-ші пәтер. Нәркес. Фосфор. Дұрыс. Тамаша, бүгінгі сабағымызда да барлығымыз жарқыра белсенді қатысайық. Келесі, соңғы элемент 5-ші мөлтек аудан 1-ші үй 47-ші пәтер. Сая. Күмісіне салмақты болыңыз. Тамаша, күмісіне салмақты болайық, алтындай жарқырайық, көмірдей жылу сыйлап, бүгінгі сабағымызды жарқыратып өткізейік. Ал олай болса, сабағымызды бастаймыз. Балалар, сендер жақсы білесіңдер, бізде қазір ақпан айы, жасампаздық пен жаңашылдық айы, және осы Балалар, тапсырма берейін. Үйдегі қалдық заттарды пайдаланып, пайдалы бір нәрсе жасап келіңдер. Мен интернеттен дайын суретті көшіріп аламын. Тапсырма осылай да болу керек. Мен үйдегі бос көтергеден гүл құты жасаймын. Өз қолыммен жасап көргім келеді. Меруерт жаңа зат ойлап тапты. Бұл жасампаздық пен жаңашылдық. Жасампаздық өз ойыммен жасау. Мен дайын нәрсені ғана алдым. Ал өз қолыммен жасағаны әлде қайда жақсы екен. Әр бала ойланса, жаңа нәрсе жасай алады. Жасампаздық пен жаңашылдық болашақтың бастауы. Балалар, мен сендерге қызықтым. бұл видеода не түйдіңіздер? Қандай болып құртыласақ болады олар? Бұл жерде жаңашыл нәрсе ойлап табу керек, дайынға тап болмай іздену керек, жаңашылдыққа, жасампаздыққа ұмтылу керек. Бүгінгі сабақ сендерге жаңа білім алуға, жаңа ізденіске жол ашады деп ойлаймын. Олай болса, келесі үй тапсырмасын сұрап алайық. Ойнадық үй тапсырмасын сұраймын. Қазір сұрақ шығады. Қол көтеру арқылы, шуламаймыз, қол көтеру арқылы сұраққа кезек-кезек жауап береміз. Олай болса, бірінші сұрақ. Такси дара байланысы бар көмірсутек. Кім бар? Алғанда. Тамаша.
Келесі Албандардың жал формуласы Аида. Тамаша. Bir bakım olsun olacak. Келесі қандай заттар тізбегі асылай бір балысымен қойып ала қой. Келесі сұрақ. Жануы қандай реакцияны бере жатады? Бекзат. Тамаша, бұл реакциясы береді. Еске тұтып қойып. Келесі. Тек жетіспегенде не болады? Айдана. Толық емес жану жігері. Дұрыс айтасың. Және біздегі соңғысы. Қалқандардың жануы изотермиялдылығы. Климатына ие. Шабалда. Тамаша балалар, олай болса, үй тапсырмасына жақсылап дайындалып келгендерінің көрініп отыр. Жауап берген оқушылар өздерінің бағалау парақтарына бір-бір балдар қойып алуда. Ал балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын сендерге кішкене миға шабуыл ретінде бір кішігірім тәжірибе көрсетейін деп тұрмын. Алдарыңызда не көріп тұрсыздар? Свеча, балауыз шам көріп тұрсыздар, иә? Олай болса, қазір мен осы балауыз шамды жағамын. Өте мұқият болыңдар. Жанның түсіне мән береміз. Қалай жанып жатыр? Бізде алғандар толық жанады, және толық емес жану болады, иә? Егер де толық жану болса, көмірқышқыл газы мен су бөлінеді екен қоршаған ортаға. Ал толық емес жанған кезде иіс газы және су немесе күйе мен су бөлінеді. Осы жанып тұрған парафиннің үстінен мен қазір стаканды төңкеремін. Стакан не істеп жатыр, балалар? Уланып жатыр, байқағансыздар, иә? Тамаша. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейік бірге. Бірінші, жану реакцияларының белгілері қандай екен? Кім жауап береді? Берса. Жану реакцияның белгілері оның қызыл сары оттың от жалынның пайда болуы. Жарық пайда болуы, одан кейін жылу бөлінуі. Жылудың бөлінуі. Тамаша. Келесі сұрақ, жалынның түсі қандай болды? Түсу. Ашық. Жалынмен жанылатқаны байқаймыз. Ашық. Кетті келесі сұрақ. Не себепті жаңа мен стаканды төңкерген кезде стаканымыз буланды? Қалай ойлайсыздар? Кім жауап береді? Аида. Жану кезінде су бөлінді. Көмірқышқыл газымен болса, су бөлінеді. Сол су тамшылары стаканды не істеп тұр? Тамаша отырып. Және бізде соңғы сұрақ. Егер де осы жанып тұрған жалынға әк суын әкелетін болса, ол лайланады. Не себепті деп ойлайсыздар, балалар? Инабар? Көмірқышқыл газымен бөлінді. Көмірқышқыл Тамаша. Әк су лайланады. Бұл жерде көмірқышқыл газының әсерінен әк су лайланып, судың әсерінен істеп тұр, су тамшылары яғни стаканымыз буланып тұр. Олай болса, балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Ал енді бүгінгі күнді тақырыпты жазыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз алқандардың жану өнімдері. Барлығымыз дәптерін жазыңыз, бүгінгі күнді тақырыпты
Балалар бізде 66-ды 67-ші параграфтер болу керек. Ашында. Екен айтып жүрейін. Алкандардың 67 деген бар, иә? Алкандар, жазалайдар. Алкандардың жану өнімдері. Олай болса балалар, бүгінгі сабақтың оқу мақсатымен танысты. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты әртүрлі алкандардың жану процесін зерттеу және олардың ретінде қолданылуын түсіндіру. Екінші оқу мақсатымыз алкандардың жану өнімдерін және қоршаған ортаға экологиялық салдарын бағалау. Олай болса балалар осы оқу мақсатына бүгінгі сабағымыздың мақсаты туындайды. Бүгінгі сабақта біз не үйренеді екенбіз? Алкандардың жану өнімдерінің экологиялық салдарын бағалап үйренесіңдер және алкандардың жану процесін зерттейсіңдер, олардың отын ретінде қолдануын түсіндіресіңдер. Жарайды ма? Кеттік олай болса, ары қарай жалғастырамыз. Енді жаңа сабағымызды бастамас бұрын осы сабаққа қатысты видеороликті тамашалаймыз. Өте мұқият болыңыздар. Видеоны мұқият көреміз, артында сұрақтар болады. Жауап алыңыз. Оттектің ақ мөлшерінде жатқанда көміртек диоксиді мен су түзіледі. Бұл процесс толық жану деп аталады. Және іс жүзінде мысалы үйлерді жылытуда, автокөліктерді қозғалтуда қолданылады. Алканның жану кезінде көп мөлшерде энергия бөлінеді және түзілетін өнімдер улы емес. Егер оттек жеткілікті мөлшерде болмаса, көміртек диоксиді мен судан бөлек көміртек моноксиді де түзіледі. Бұл реакция толық емес жану деп аталады. Және реакция нәтижесінде өте улы газ көміртек моноксиді түзіліп, жану барысында бөлінетін энергия мөлшері де аздау болады. Сондықтан бұл реакция жанусыз реакциялар қатарына жатады. Егер оттек мөлшері өте аз болса, қарапайым көміртек және су түзіледі. Толық емес жанудың бұл түрі де жанусыз саналады. Өйткені бөлінетін энергияның мөлшері өте аз болады. Сондай-ақ түзілетін өнімдердің бірі қаракүйік потенциалды канцероген болып табылады. Тамаша, балалар байқағандарындай, алкандар жаңа кезде егер де олар толық жанатын болса, көмірқышқыл газы мен су түзіледі екен. Ал толық емес жану кезінде көміртек моноксиді СО немесе ол бізде ис газы деген атаумен тұныстатамыз және су түзіледі. Ал мүлде оттек жетіспеген жағдайда күйе көміртектің өзі және су түзіледі екен. Көміртек моноксиді мен күйенің қоршаған ортаға тигізетін кері әсері өте көп. Сондықтан да отынның толық жанғаны дұрыс. Сондай-ақ мына отын жанған кезде, именно алкандар жанған кезде көп жылу бөлінеді екен бала. Жаңа айттыңдар ғой өздері, экзотермиялық реакция деп. Бұл отын ретінде пайдалануға өте тиімді отын болып табылады. Және де оның шығаратын улы газдары басқа отындармен салыстырғанда қоршаған ортаға әсері де сәл аздау болады. Өте экологиялық типті және энергетикалық та тиімді болды. Өйткені жылу мөлшері өте көп бөлінеді. Сендер мысалы күнделікті өмірде пропан газы, метан газы, мысалы табиғи газдың 99% метан газынан тұрады. Метан газы біз күнделікті өмірде қолданып жүрген газдарымыз. Пропан газы, бутан мен қоспасы, зажигалка, оттықтарды толтыруда кеңінен қолданылады. Ол газдардың өзі метан иісі болмайды, табиғи газдың. Бірақ адамдар оны білсінде арнайы меркаптан деген зат қосылады. Не үшін қосылады деп ойлайсыздар? Газдың жағымсыз иісі бар ғой, оған жапырақ шіріген сияқты. Не үшін қосылады деп ойлайсыздар? Егер де газдың иісі вообще мүлде болмаса, не болар еді? Шынымен кетеді ол, иісіне қатысы жоқ. Қатысы жоқ ол. Иісі жоқ. Дұрыс айтады Аяшан. Газ ашық қалса біз білмей қалатын едік. Оның газдың шығып жатқанын уланып қалар едіге, аланан иісі шыққан кезде біз бірден естеміз, газдың шығып жатқанын білеміз. Тамаша, бұлай болса балалар, бірінші тақырыпқа көшеміз.
Birinchi topshirmani sizlarga жұмыс berіп отырмын. Екеуара боласыздар. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Сіздерге 4 сұрақ беріледі. Бірінші тапсырма А мен Әсінде қажетті сөздерді орнына қойып, сөйлемдерді толық дәптерге көшіріп жазасыңдар. Б тапсырмасында пропанның толық жану реакция теңдеуін жазып теңестіресіңдер. Және В тапсырмасында алғандар не себепті отын ретінде қолданады? Ауызша жауап бересіздер. Ал бастаймыз. Сендерге беріледі 4-іне 4 минут бастайда. Дәптерге күнді тақырып жазыңдар. Олай болса, бірінші, екінші, үшінші тапсырманы жазбаша жүкпен ақылдаса отырып орындаймыз. Жүкпен бірге орындаңдар. Жүкпен орындаңдар. Тапсырмаға сіздерге 3 балл беріледі. Дескрипторларға міндетті түрде қарап, орындаңдар. Қажетті сөздерді тиісті орындарға дұрыс қойсаңдар 1 балл. Алғандардың жану реакция теңдеулерін құрастырғандарына 1 балл. Теңескен болу керек міндетті. Алғандардың отын ретінде қолдануын түсінулеріне 1 балл беріледі. Жалпы 3 балл. Ал уақыт кетті. 3 Farklı noktalar canlan bizde niye bölünmedi? Anlaşıldı kaçetli sözleri bekliyoruz. Sözleri terör alasında. Yedinci söyle. Егер ол тек жеткіліксіз жағдайда немене түсіреді, немесе тағда не түсіреді. Жаңа видеода да айтылды, мен де айттым. Және бұл пропанның жану реакциясын жазамыз. Al çözeceğiz. Пропанның жану реакциясын жазғанда міндетті тез ұмытылады. Шынында. Қамшыға болғын екіні барынға. Сияқты. 3. 4-ті жазбай қойыңдар. 4-ті ауызша жауап бере салсыңдар. Көреді? Kazanın canını söylüyor. Тамаша. Балалар аяқтадық па? Тамаша. Олай болса, уақытымызда аяқталды. Жұмысты тоқтатамыз. Жұптар жұмыстарында сағат тілімен бір-бірлеріне ауыстырыңдар. Уақыт аяқталды. Дәптердерін ауыстырыңдар. Жұптар. Енді дескриптор бойынша бағалап шығамыз. Дескриптор тақтада тұр. Жылдан бағаларда қазір мен кім қанша баға қойғанын сұраймын. Ал кетті. Бірінші сөйлемді. Оқиыншы. Бәріміз жазып қояйық бірінші сөйлемді. Кім оқиды? Кім оқиды? Ануша, бірінші сөйлемді. Газбен су бөлінеді. Барлықтарда осындай ма? Тексеріп алыңдар. Екінші сөйлемді оқимыз. Аяржан. Жеткіліксіз жағдайда болса, біз газбен су бөлінеді. Немесе көміртегі қара түйе түзілуі мүмкін. Тамаша, барлығымызда осындай ма? Кімде қатесін белгілеп қойыңдар. Және үшінші бізде пропанның жануы болған, я? Кім маған тақтаға жазып береді пропанның жануын? Ерзат, пелево жазып берші. Пропанның жануын, және ол дұрыс болса, барлығын тексеріп шығыңдар. Пропан бізде С3 H8, Тамаша. Оттекте жанады.
Гайцаны теңестіреміз. Қарап отырыңдарсың деп тексеріп. Дұрыс па? Тамаша, өздеріне тексеріп алды. Және бізде соңғы 4-ші сұрақ, алқандар не себептен отын ретінде қолданылады екен балдар? Соны маған кім айтып кетеді? Не үшін отын ретінде қолданады екенбіз алқандарды? Айдана. Және олар жанған кезде не көрінеді екен? Тамаша. Олай болса балалар, енді дескриптор бойынша бір пікірді бас бармақ әдіспен бағалап кетеміз. Егер де үшеуі де дұрыс болса, бармақты көтереміз. Жартылай біреуі қате болса, бармақты түсіреміз. Ал мүлде дұрыс емес болса, мүлде түсіреміз. Ал сіздер қай топты бағалаңыздар? Қай топтың тексеріңіздер? Қай жұрттың? Қалай дейін? Аха, ол барын көреді. Қажетсіздер балкандардың жанында балкандарды отын ретінде қолдануын айтылған. Бағын ұшпан бұжынға. Тамаша. Сен кімсің тексердің? Қымбаттықпен, иә? Екі тапсырмада дұрыс жауап берді. Үшінші тапсырмада дұрыс, бірақ теңестірген кішкене мәселе. Аха, қалай бағалаймыз? Орташа, демек 2 балл ма, 1 балл ма? 2 балл. Жарайды. Мына топта біреуін бағалап келіңдер. Күнжу, сен кімді бағалайсың? Аха, ол дискретті бойынша ойнаған. Аха, демек оғанда 2. Тамаша, балалар бағалау шынайы әділетті жүруін қадағалаймыз. Барлықтарға бір-бірлерге бағаларын қойып беріңдер. Тамаша, олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. Балалар, келесі тапсырма сіздерге топтық жұмыс бергім болды. Бірінші топқа көмірсутектердің жануы бойынша тапсырма беріледі. Осы берілген мәтінде сендерде тапсырма уже тұр, кестелер. Ол кестені сендер бірінші оқып алыңдар жақсылап, мынаған түсіріп, жауаптарын орнатып шығасыздар. Екінші топ адамның иіс газына улануы. Сендерге де мәтін беріледі. Осы мәтінді оқып, соңғы сұрақтарына жауап бересіңдер. Ал үшінші топқа табиғи газ туралы мәліметтер беріледі. Отын ретінде, сондықтан да барлықтардың мәтінмен танысып, мына берілген құсберге толтырасыңдар. Ал сіздерге беріледі, барлығы 5 минут. Бастаңдар. Уақыт кетті. Қай топ дайын белгі беріп қоңырау, алдарында қоңырау тұрып, белгі беріп бір сатар болды.
Бірінші топ сіздер өте мұқият болыңыздар. Сіздерде алқандардың жану өнімдері, көмірқышқыл газы, көміртек моноксиді көбейген. Бұл заттар қоршаған ортаға бөлінген кезде қандай мәселелер туындайды? Нақты жазыңдар. Тамаша үшінші топ бітті. Және оны шешу жолдарын ұсынасыздар. Келесі екінші топ. Сіздер адамның макетін пайдаланып, көміртек моноксидінің адам ағзасына әсерін нақты түсіндіріңіздер. Және уланудан сақтану жолдарының алгоритмін ұсынасыздар. Үшінші топ бізде дайын бізде болды. Олар алқандардың отын ретінде артықшылығы мен кемшілігі туралы айтатын болады. 2 минут уақыт қалды. Жоқ қазалар тыңдаймын. 2 минут өтсін. Кішкене рахмет. Қазір уақыт өткенде барлығымыз жұмысты тоқтадық. Құдай қаласа. Балалар дискриптор бойынша 2 ғана балл беремін. Өйткені бұл топтық жұмыс барлығын бірге атсалысып болсындар. Сондықтан да алқандардың жану өнімдерінің қоршаған ортаға әсерін бағалауларына 1 балл. Нақты мәліметтер ұсынғандарың үшін 1 балл беріледі. Жалпы 2 балл. Барлық топ мүшелеріне болғандықтан әзер аздау olur. Üçüncü topta kalan toplar çıkanlardan Bolsak belgileyemiz. Her toplum çekecek Alman. Balon ortaya kaldı. Bizde birinci gol 3. top bitti. Kalan toplar жұмысты тоқтатамыз. Басқа топтардың мұқиятындаймыз. 3. топ ортағышымызда. Қыста бір екеуі шыққанда не қылсын? Сәберлі көңді. Тыңдаймыз. Шылға келетін жолда, ол ғана кезінде зиянданған аз бөлігі және сенімді оқу орта болады. Ол ертеңді әрі пайдалы болады. Және энергия көп бөледі. Энергия ол біз ең маңызды қажет ететін зат болғандықтан, бізге ол өте тиімді. Және жылумен бізді жақсы қамтиды. Бұл негізі шықтар. Қандай кемшіліктерін келетін болсақ, ең бірінші бізде газ немесе ауа қоспасы жарылғыш болып табылады. Екінші, жабдықтардың жетіспеуі, яғни құбырлар немесе цистерналар. Үшінші, сақталуы мен тасымалдануы қиын болып табылады. Және қорытындылай келе, бұл бізде алқамытына тиімді, әрі пайдалы, бірақ ол ең маңыздысы қауіпсіздікті қажет етеді. Дұрыс айтасың. Тамаша. Отырғандар. Рахмет. Келесі топ. Бізде екінші топ. Стандартында
Next. Al basmayız. Қалған топтар қарап отырамыз, қазір бағалайсыңдар. Birinci tapsırma adamın paketi пайдаланып көміртек моноксидінің адам ағзасына серік түсірілгенін Түсіндіңіздер, адам әкеліп тұр. бізде ең алдымен ми оттегіне жүзінде болғаннан кейін ең алдымен мимен жүрек зақымдалуы мүмкін. Бұл тек жетіспегенде бас айналу, жүрек айналу, бас ауыру жиі болады, естен танып, яғни талып қалу мүмкін. Көміртек моноксиді өкпе арқылы тыныс алуға өтеді, соның салдарынан тыныс алу қиындап, ауыр өтпейтіндей сезім пайда болады. Бұл көміртек моноксиді ол қыздар шала жағдайда пайда болады бұл балалар, иә? Біз көбінесе естіп жатамыз. Көмірге уланып қатты, иә? Газдан уланып қатты деп. Сол кезде ол именно көмірге газға уланбайды, шала жану әсерінен бөлінген көміртек моноксиді иіс газынан уланған екен. Демек ол адамның өмірінің неде қауіп төндіреді деген сөз. Келесі тапсырма уланудан сақтану жолдарын алгоритмін құрастырыңыздар. Көміртек моноксидімен уланған кезде адамда бас айналу, жүрек айналу әлсіздік және тыныс алу қиындайды. Улану күшейсе адам есінен танып қалуы мүмкін. Тынысы тарылып, өлімге тен апаруы мүмкін. Енді Көміртек моноксиді түссіз өте улы газ болып келеді. Ол адам ағзасына тыныс алу арқылы кіреді. Қандағы гемоглобинмен беріп байланысып, оттегі тасымалдауын тоқтатады. Соның нәтижесінде ағзада оттегі жетіспеушілігі пайда болады. ал енді сіздерге сұрақ, осы көміртек моноксидімен уланбау үшін қандай сақтық шараларын қолдануымыз керек? Қолданғанын қарап бақылауға қажет. Иә, иіс шыққан жағдайда оның алдын алып Қашыру керек, бөлмені үнемі желдетіп тұру керек, иә? бөлмені шығып қою керек. Себебі шоқ жаққан кезде Келесі күн. Балалар дискриптивтерге қарап отырыңыздар. Қазір пікірлеріңізді бағалайсыздар. Ал бастай ойындар, бірінші топ. Сіздерге қандай тапсырма берілді? Сымбатсыз, ашық. Көміртек бізде толық жанған кезде түседі және де ода туындайтын проблема ауаны басқан ол және де ауада оттек мөлшерінің көбеюі болып саналады. Оның шешу жолдары жаңартылатын энергия көздеріне көшу және ағаш өсімдіктерді үлкен мөлшерде егіп, оларды өсіру. Келесі. көміртек моноксиді толық жанады. Жанған кезде алғанда бөлінеді. Өте улы газ, гемоглобин түсіреді және адамдардың улануына әкеледі. Бізде соңғысы үшінші ол бізде күйе. Күйе түсірген кезде оттегі өте аз болғандығы толық емес соңында алып келеді. Яғни сол күйедегі ұсақ бөлшектер ауаға таралып, адамдарға зиянын тигізеді және ауаны ластайды. Енді оның шешу жолдары бізде температураны көтеру керек және арнайы сүзгілер қолдануы керек. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл көміртек диоксиді болсын, моноксиді болсын, күйе болсын, қай-қайсысында қоршаған ортаға тигізетін кері әсері бар. Таяқтың екі ұшы болады, иә? Оны біз пайдасын көреміз деп жатқанда, оның кері әсері біздің атмосфераны ластайды. Адам өміріне кері әсерін тигізеді, адам өліміне алып келеді, тыныс жолдарын тарылтады, иә? Сондай-ақ мынау машиналарда ішкен жану двигательдерінің әсерінен бөлінетін улы газдар,
ауадағы оттекпен қосылып, азотпен қосылып, қышқыл жаңбырдың туындауына алып келеді. Бұның барлығы өсімдіктерге де, адамдарға да, қоршаған ортаға да кері әсері болып табылады. Рахмет, отыра қойыңдар. Олай болса, дискриптор бойынша екі балл беріледі балалар. Бірінші алқандардың жану өнімдерінің қоршаған ортаға әсерін дұрыс бағалау және нақты мәліметтерді ұсыну. Олай болса бізде бірінші, үшінші топ түсіндіру өздерінің жұмыстарын екінші топтан бағалауын күтеміз. Қанша балл қоясыздар? Кім айтады? Гүлмәдина қанша балл қоясыздар үшінші топқа? Біз үшінші топқа 2 балл қоямыз, себебі нақты мәліметтер айтты, яғни немесе артықшылықтарын толықтай түсіндіріп бар. Сендерге түсінікті болды ғой? Олай болса, шапалақтарыңызды үшінші топқа арнасаңыз. Тамаша. Келесі бізде екінші топ шықты. Бірінші топтан кім бағалайды екінші топта? Қанша балл қоясыздар? Ерзат бағалаймын дейді. Мен олардың топтық жұмыстарына 2 балл қоямын. Өйткені олар алқандардың жану өнімдерінің қоршаған ортаға толық әсерін айтып, түсіндіріп берді және нақты мәліметтер ұсынды. 2 балл ма? Олай болса, бұл топтан бір қошемет болсын. Тамаша. Олай болса, бірінші топты үшінші топқа аласың. Аяжан. Мен бірінші топқа 2 балл қоямын, себебі олар алқандар жану өнімдерінің қоршаған ортаға әсері яғни зиян мен кемшілігінің барлығын толықтай қамтып өтті. Келесі нақты мәліметтерді ұсынды деп айта аламын. Бізге түсінікті. Түсінікті ма? Бастысы, олай болса, бір қошемет көрсетіңіз. Шабалы банктарының өздерінің бағалау құжаттарына 2 баллдан қойып қойыңдар. Олай болса, бізге келесі тапсырма жеке жұмыс. Есеп шығарамыз балалар. Кітаптарында 78-ші, 68-ші параграфтың соңында болмаса тақтаға шығарып қойсаңыз, аха, 78-ші бет екен балалар. Нөмір 1-ші тапсырма. Кітаппен жұмыс жасаймыз. Массасы 3 грамм көміртек жанғанда 8-8 грамм көмірқышқыл газымен 5-4 грамм су түзілді. Көмірсутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,03-ге тең. Көмірсутектің формуласын анықтаңдар. Барлығын нөмір 1-ші есептеп, жеке жұмыс. Әркім өзі есеп шығарсын. Сіздерге беріледі 3 минут. 78-ші болды. Ашыңдар. Бұл жеке жұмыс болғандықтан мен арнайы бағалау шкаласын көтердім. 4 балл беріледі болған. Бірінен бағалауда шыншылдықты сұраймын тағы да. Бірінші есептің шартын дұрыс жазу, берілгенін табу керек. Барлығы. Реакция теңдеуін. Екінші көмірсутектің малярлық массасын есептейді. Сендерге тығыздық беріліпті ғой. Үшінші көмірсутек құрамындағы көміртек пен сутекті анықтайды. Және ең соңында белгісіз көмірсутекті табады. 4 критерий бойынша 4 баллмен бағалайсың. Соңы. Еліне жазғанымыз. Екі минут уақыттарың қалды ма? Сөйлетем солай. Демалыс. Сіз Понимаешь? Пересмотреть.
Bir minut kaldı. Kullanın. Kullanınız. Üçüncü soru. Görevler. Hayacan dolduruldu. Kaldı. Öbürleriniz. Düşünmede öbürleriniz. Balon, ortaya kaldı. Ben bütün fotoğrafı